Мам! Болды, мен шаршадым уж. Ой, байғұс қызым, шаршадың ба? Отыр, демалып ал. Демалдың ба? Бар, кет онда үйіңе. Ой, мам, қойыңызшы, тыңдасаңызшы до конца. Ана Беканың есі дұрыс емес. Әрине есі дұрыс емес. Есі дұрыс еркек сен сияқты қызға үйлене ме, айтшы. Шешесіне қарап қызын ал деп айтады ғой. Аузыңды жап, қалай сөйлейсің сен? Сен, между прочим, маған емес, әкеңе ұқсағансың. Мам, просто Бека үйленгеннен кейін өзгеріп кетті совсем. Дұрыс қой енді, үйленгеннен кейін еркектердің былай қарын шығады. Жоқ, оны айтпаймын. Ол үйленгеннен кейін романтик емес қыз, гүл сыйламайды. Бұрын сондай романтик болған. Ойбай, егер гүл бермеген үшін бүкіл адам ажырасып кететін болса, онда сенің бірде-бір жеңген қалмайтын еді. Бар, кетші басында қатырмай. Жоқ, просто біз үйленбей тұрып, ол маған айтатын. Мен сенімен ақылдасам, сені сыйлайым, енемнен бөлек тұрамыз деп уәде берген. Қайда сол уәдесі? Күйеу баламыз онда депутат болайын деген шығар. Неге? Енді уәде бер дегеніне жеткен екен. Бұрын Бека сондай романтик болды, балконның астында ән айтатын ылғи. Қазір кілті лақтыр деп айқайлайды қайта-қайта. Енді ана самапал әншілер сияқты әні бітіп қалған шығар. Қойыңызшы, мамыз, түсінбейсіз. Бұрында ол сондай романтик болды. Бұрын біз көп қыдыратынбыз, бұрын көп Бұрын доллар 150 теңге болатын. Бұрын. Қашанғы бұрынғымен жүресің? Неге бүгінгімен өмір сүрмейсіңдер сендер? Мама, ол сіз Беканы неге жақтай бересіз? Дұрыс қой енді, ол да менің балам ғой. Басымды қатырма, кетші. Кет дедім ба, бар, кет. Кет жоғал. Осы қасқаны өзім аяйым. Өмірі жыл сөз еспейді. Ұрсам да жатам. Бека, мүмкін сен шығар бәрін бүлдіріп жүрген. Таяқ жейсің. Жемқорлық жеңілетін уақыт келгендік. Таза тіс, таза қол, таза совесть. Бәрібір, шыда. Жаным, биыл баламыз оқу бітіреді. Жұмысқа кіргізіп жібересің ба? Депутатсың ғой. Жоқ қатын, мен ондай жасауға ешқашан болмайды. Жемқорлық, күрес, отбасынан басталады. Мен жемқорлық, күрсем. Мен жемқорлық қарсымын. Не бол? Ештеңе. Точно ма? Айтып берсем, бәрібір қолда көрсетпейсің ғой. Сен ең әдемісің, ең ақылдысың. Оны сенсіз де білем, сондай екен. Не болды онда? Құрбыммен ұрсып қалдым. Оны дұрыс емес енді. Сен қайдан білесің? Білмеймін, мен саған сенемін. В общем. Алия жаңа көйлек сатып алыпты. Көйлек бір бұт жетті. Сосын менен сұрайды, менің көйлегім қалай деп. Вообще жараспайды десем, бәрінің көзінше сен дөрекісің деп айғайлап берді маған. Айтшы, оныкі дұрыс па? Мен ойымша енді сен қатты айтқан сияқтысың. Қатты? Мен өзі қашан қатты сөйлеппін, а? Сен оданша сол көйлекті көрсетші маған. Көрсетші, көрейін. Көрсет. Осы көйлек па? Иә. Жан бар ғой, мен сенің орнына былай айтар едім ғой. Бұл көйлек емес. Бұл көйлек, анау пол сүртетін тряпка.
Иә, мен де солай үйрендім. Жұрттың көзінше барып, анау қыздың шашын жұлатын едім бар ғой, жынданып тұрып. Иә. Сосын бар ғой, барып анау көйлегін шешіп тастайтын едім анау қыздың ше. Иә, мен де сөйтер едім. Шешіп. Сен не өзің киіп алғансың, а? Не мынау? Мынау барахолкадан тауылғансың ба не? Әлде НВП-ге дайындалыватсың ба? Ей, Жан, шын айтам, мен емес. Біртүрлі анау рөлге кіріп кеттің ба не? Мен емес шын айтам. сен өте дөрексің. Жан, тоқташ. Зато сенің сөмкең ұнайды. Жан, не болып кетті, Жан? Айдай сұлулығыңа тек сырттай таңдандым мүмкін бұл сезім. Ақырын ойнаңдар қазір баламды оятасыңдар. Өзіңіздің даусыңыздан балаңыз оянайын деп тұр ғой. Мен дауысынан оянбайды, бірақ андай гитарамен қазір бастарымды жарсам, точно оянады. Қарындас, ашуыңызды басыңызшы. Шего сен не маған қарындас деп жатсың? Әкел гитараны, әкел! Гитара тиіспеңіз. Баланы ояттыңдар, әне, жындылар. Аля-ля-ля-ля-ля-ля, аля-ля-ля-ля-ля-ля, Карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно. Сен түсінген жоқсың ба, тартпа дегенді? Балаңыз гитараның даусынан ұйықтап бара жатқан сияқты. Қатты умнысың ба, тартпа! Жүрміз, сөйтейікші. Ей, жігіттер, тоқта. Отыр. Не болды, шыққандар ма? Берге. Сен гитарада күшті еді екенсің. Ал сен даусың вообще бар ғой, прям. Ал сен... Ладно, не важно. Давай. Карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Давай. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Молодец! Вот, тебя кет. Шамалақ қалды бітіріп цехта. Бітірмей қой, бітірме, давай. Кете беріңдер. Сізге біз қиын болмай ма? Қатты уверенсің ба не? Жоғалыңдар. Өшіріңдерші мына не? Бір жаққа баратса осын қосып қоясыңдар, е? Басекені тірлікке бара жатыр па? Енді тірлікке бір көңілді баруға болатын шығар бұл. Қиын тірлік емес, оңай. Көңілді барайықшы. Осын ғой міне. Бір иза болып, мәз болып баруға болатын шығар. Кәй, ремен. Көп қой, тоқта. Тоқта көріп қой. Ой, көріп қойды ғой, болды, қойш. Бар, сөйлесіп қайт. Ойындама, Басеке, шешем нормально, чё? Барасың ба? Чё там? Тип-топ. Шештім. Шештің ба? Кет. Бәрекет. Кетпедік. 10 мың сұрап тұр, сосын кеттік. Шешем деп кетіпін ғой. Өзің шешініп келгенін қалай кет? Сол өзім ғой баяғысын. Болды, брат. Не болды сонша кезек-кезек шығып? Уайымдама, бұдан кейін ешкім шықпайды. Чё там, сержант? Танымадың ба не? Сұмдық танымал ма едің не? Сомнениең бар ма не? Бар сомнением. Не болды, Басеке? Шешілетін түрі бар ма, жоқ па? Уже шешіп тастадым. Oldu Басеке. Братан, жібере қойшы бір жыл.
Енді қайталанбайды. Қателестім, братан, конкретно. Сен не, бір жолға жіберетін? Туған күнің бе де сонша? Туған күнім. Туған күнің бәне бүгін? Туған күнің бәне? Құтты болсын, бауырым. Бақытты бол, өркен емессің, ұзақ жаса. Құтты болсын, братан. Мен саған бар ғой, тілерім бар ғой. Ақштың ақшасын, Индияның махаббатын тілеймін. Тоқтат. Не болды шулап? Кафеде отырсыңдар ма не? Ағасын, руыңыз кім негізі? Руымды қайтайын деп едім. Қазақпын мен. Көрмей тұрсың ба не? Қазақсыз ба? Мен де қазақпын ғой. Сен бір жерден көрген сияқтымын. Туысқан екенбіз ғой? Аға, тұра тұрыңызшы. Сіз бар ғой осы. Менің атама ұқсайсыз. Қарашы, ұқсайды. Апаңа қатты ұқсайды. Аға шоса, актер емессіз ба? Актерден без Оскара. Актер без Оскара дейші. Без Оскар актер ем. Неменеге мәзіп жетісіп күліп отырсың. Соны айтам. Мен тағы үш дедім ғой саған, қанша айтам